Погода деген күшті болып тұр. Жаңбыр жауып тұр. Мен кеше зонтик алып едім ғой, бақшы. Ауа нұр жауып отыр. Бүгін подругама барып жатырмын. Ақбота больницаға түсіп қалды. Сторисінен көрген шығарсыздар. Соның жағдайын сұрап, фрукты анамның осыны алып бар, тамағын алып бар. Ботаға творог, йогурт, сондай ірімшік өзінің сұраған нәрселерін алып барып деп жатырмыз. Мынандай ма? Білесің ба? Мен білмеймін. Бота сен кандидат келді дейсің. Әлем ұшып қалды. Кім келді десеңіздер, Ошықтан Нұрка келді, Альмира келді. В общем, таласып бұлар деген кіргізуді жабады ғой, 7-де жабылады. 10 минут қалғанда таласып тармасып, екеу жеңіп, Алима мен Құршет. 4 адамнан 2 адам таласып бәрін кірдік. Сөйтіп екеу кіріп апты. Кім үйде рулит ететін көрініп тұр. Альмира таңертең сорпа берген болатын Нұрка. Бәрін жегім келеді, бірақ жіберуге де болмайды. Таман асып кеттім өзім. Үзілейін деп. Мынандай нәрсемен жүрмін ғой, салаңдап. Сәлем айтып, піштірілген балдар қысып. Менде болды ғой осындай. Сақтап жүресің. Құршетке апар, хотя бы бір қорсыз. Сашта болады, мне больно же. Пусть сочувствует. Уже мынаны апарып беріңдер екеу. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Менде деген кәдімгідей режим деген дұрысталып қалды. Бүйтіп өзімді де көрсетіп қояйын. Коридорда жүрмін, завтрак ішіп алдым. Қазір 1 сағаттан кейін УЗИ-ға түсіреді. УЗИ-ға түсіріп барлығын қарайтын болады. Сонымен қашан шығатынын, не болатынын айтады. Мүмкін бүгін дренажды да шешуім мүмкін. В общем, осылай жүрмін. Көп жүру керек, спайк болып қомауға жетті деді. Соған енді көп жүруге стараться етіп жатырмын. Бүйтіп көрсетіп қояйын, қандай жақта жатқанымды. А так вид бар ғой. Ауырып өлейін деп жатсам да сторис түсіріп өліп жатыр. В общем, сондай режим деген кәдімгідей дұрысталды ғой.